Кыз эмес, кыздың аты қызыл алтын. Көрінер толған айдай жүзі жарқын. Үлкеннің алдын орап сөз сөйлемес. Халқымның сақтай білген игі салтын. Атам қазақ қыз баласының тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Шаңырағында ерке өскен қызы 13 жасқа толып, оң солын танығанда дәстүр бойынша оң босағаға отырғызған. Бауырына салып өсірген әжесі немересінің шашын өріп, шашпау шолпы тағады. Оны тек сән үшін қолданбаған. Қазақ халқы шашпау таққан қыздың шашы ұзын, берік болып өседі деген. Сонымен қатар шашында шолпысы бар қыз мезгілсіз жүруден, ерсі қылықтардан бойын аулақ ұстаған. Өйткені қайда жүрсе де шашпауы сылдырап, белгі беретін болған. Бой түзеп келе жатқан қызын инабаттылық пен сыпайылыққа баулыған қазақ, қызға 40 үйден тыйым жасаған. Балиғат жасқа толған есейген қызды бір тізерлеп отырғызған. Ер адамның жүзіне тіке қаратпаған. Ыдыс аяқ жинағанда сылдыратпауды үйреткен. Көпшілік алдында орынсыз күлуден тыйған. Үлкендердің рұқсатынсыз үйден алыс шығармаған. Қыздың жеңгесі жаны сұлулыққа құмар болсын деп, әсем тастармен безендіріп, сәукеле тігеді. Дәстүрімізде қыздың қалың малын сәукелесіне қарап бағалаған. Алайда қызының құнын нақтылап айту әдептілікке жатпаған. Қызды оң босағаға отырғызғанда күмістен жасалған құс мұрын жүзігін тағады. Бұл құстай еркін қалықтасын деген мағынаны білдіреді. Салтымыз бойынша қызының есейген елге білдіріп, жақындарын жинап, қызды оң босағаға отырғызып, абыз аналардан бата алған. Қолыңды жай қарағым, оң босағаға отырған қара көзді маралым. Білезігін күмістен алтын болсын тарағың, киесі болсын зеремен домалақтай ананың. Елдің сөзін сөйлегін, сарқытындай сараның, тілегіңе жеткізсін алатаудай талабың. Жебеушің болып бір алла, ашық болсын қабағың.